Осы неге мен болмыш болдым? Мен осы уақытқа дейін өстіп жүре беремін ба? Маған ақша таста кетіңдерші, өтініш. Ақша таста кетіңдерші. Хотя бы 100 теңге тастаңдаршы. Пожалуйста. 100 теңге тастаңдаршы. Пожалуйста. Кеттім мен. Так. Кім? Помощь? Ақша сұрап жатыр ма? Мен өзім бизнесім бар. Значит, бізге адам керек жатыр. Бірақ бұндай адамдар маған керек емес. Помощьтар. Егер бұл адамға ақша тастап бұл киім алса, онда мен көремін. Ақша тастап көрейін. Немесе ақша тастаймын, ол өзіне киім ал деп айтам. Киім алсам, мен келесіде келемін да, оны өзім жұмысыма аламын. Қазір шамамен өзім ақшамды жасаймын. Міне, осы ақша саған. Осыны ала берген болады сен. Бұл ақшалар маған керек емес. Рахмет сізге. Шынымен бұл ақшалар маған ба? Маған ақшалар берді. Бұл ақшаға мен өзіме киім аламын. Маған егерде 30 мың берді киім алсам, мен әдемі жұмысқа тұра аламын ғой. Мен ондай киімдер магазиніне кеттім. Әрең деген киімдер магазиніне келдім. Мен осы жақта өзімді әдемі киімге алсам болады. Қазір мен өзіме киімдер таңдап көремін. Мына киім. Осы киімді алсам болады екен. Жылырақ. Алтыннан. Осы сымды алсам. Осы сымды алсам болады. Енді мен кассалар төлесем бола беретін шығар. Так, менде бағана киім маған келмей қалды. Мен сонда басқа киімді таңдап жатырмын. Сым. Мен осы киімдер маған келіп жатыр. Бағана киімдер маған қатты сыймай қалды. Мен осы киім болады маған. Енді ақшасын төлеуге барайын. Рахмет ақшаңызға. Енді сіз киімдеріңізді алып өсеңіз болады. Киімдеріңізді алып кете беріңіз. Келесіде кептіңіз, алыңыз. Мен өзім киімдерімді алып болдым. Енді маған үй іздеу керек. Егерде мен жұмысқа тұрсам ше, менде не бәрі 10 мың теңге бар. Мен жұмысқа тұрсам. Қазір мен жұмысқа тұрып, мен жоқ жақта жатырмын. Мен қазір бір мектепте немесе тағы басқа жерде жұмыс істегім келіп тұр. Немесе банк бөлгені. Осы жақта жұмыс істеп көрейін ба? Ойланып көрейін. Қазір мен администрацияға көрейін. Саламатсыз. Ассалаумағалейкум. Сізге не керек? Сіздің түріңіз таныс қой. Сіз бір кезде мен сізге көмектесіп сол білесіз бе сізді? Сіз да кедей болып жатқан кезде. Мына киімді сіз менің ақшама алдыңыз ба? Жарайды. Түсінікті. Сізге жұмыс керек қой. Әрине, бізге срочно адам керек болып жатыр еді. Сіздің атыңызда фамилияңыз аға. Сізге номер 27 орын бос. Сол жаққа жұмыс істеп
Deseniz olur. Alalım. Gezde gördük gençler. Alғашқы жұмыс күніңізді әдемі өткізіңіз. Көңілді. Бұл жақта адамдар ұрлықшылар келуі мүмкін. Егер ұрлықтар келсе, бізде ар жақта полиция номері бар. Сол жақтан звондап айтуға болады. Түсінікті ғой деген ойлаймын. Я, сіз әлгі сіз маған көмектесіп ғой, я. Сіз де тыныштаңыз. Рахмет, нөмір 26-ші орын. Бос қой. Мен кетіп барып отыра берейін. Бірақ мен бірінші банкты қарап алсам болады ғой. Рахмет. Қазір мен бір банкты шолып алайын. Мына жақта бізде біз запретная зона. Түсінікті. Ал бұл жақта тоже болмайды. Түсінікті. Мына жақта карта шығаруға болады екен. Мен өзімнің орнына барып отыра берейін. Түсіп картаны басам. Сонда осы карта алынды. Мен өзінің жұмысында атқара берейін. Бүгін жұмысында атқардым. Керек. Мен банкте ақшамды шешіп алып, ертең қыдырсам ба деп ойлап тұрмын. Банкке келдім. Ассалаумағалейкум, саламатса. Я қазір кішкене азық тұратын. Я сізге керек айтарыңыз. Ақша шығарып алу керек па? Түсінікті. Карточкамен ба? Міне карточка. Мысалы карточканы аласыздар. Жаққа саласыздар. Тұқтан шашу керек. Жаққа шашу керек. Қазір сізге керек ақшаңызды беремін. Банк карточканы беріңіз. Банк карточканы беріңіз. Енді ақшаны берейік. Рахмет ақшаңызға. Сау болыңыз. Кеттім. Мен ақшамды шешіп алдым. Ертең барып, қыдырып, достарыммен ойнасам жақсы болар еді. Мен онда үйге бара берейін. Менің алғашқы күнім бітті. Ал бастық айтты ол жаққа. Кір. Ақшаны шешіп алдық. Түсінбедім. Қазір мен осы жақта қыдырып жатырмын. Қазір мен күн ішінде кіріп алып алайын. Сізде қандай қашықта бокса шықпа? Екі болды ғой. Жабыла ма? Түсінікті. Мен қазір өзім ойнай алайын.
достар, сіздерге видеоны салайық. Баспалдағы түрге күтіңіздер. Екінші серия анас. Екінші серияны күтсеңіздер, осы видеоға 30 лайк жинап тастайық. Сау болыңыздар.